Үш мысық жоғалған бөлімдер деген мультфильм бар еді. Оның бәрі жай ғана балаларға арналған деп ойлайтын. Бірақ бір күні сол мультфильмді түнде жалғыз отырған 10 жастағы бала телефонынан қайта көргісі келді. Ол ютубтан мультфильмді қосты да бәрі әдеттегідей басталды. Үш мысық күліп ойнап жүрді, бірақ 3-ші минутта экран бір сәтте қараңғы болып өшіп қалды. Сосын мүлде басқа көрініс шықты. Мысықтардың көздері қараңғыда жылтырап тұрды, ал музыка баяу әрі түсініксіз болып өзгерді. Бала қорқып кетсе де өшірмей қарап отырды, өйткені бұл жаңа бөлім сияқты көрінді. Экранда үш мысық жоғалған бөлімдер деген жазу пайда болды, бірақ әріптер қисайып бір-біріне тамшылап тұрғандай еді. Мультфильм ішінде мысықтар өз үйлерін іздеп жүрді, бірақ қала бос, ешқандай адам жоқ. Терезелердің бәрі қара, ал көшелерде ұзын көлеңкелер қозғалып жүрді. Кенет бір мысық жоғалып кетті. Ол кадрдан жай ғана өшіп қалды. Қалған екеуі оны шақырды. Бірақ олардың да дауысы бұрмал опис сияқты созылып шықты. Экрандағы уақыт артқа жүріп жатқандай болды. Сағаттар кері айналды. Ал фондағы дыбыс баланың өз бөлмесінен естілгендей болды. Бала артқа қарады, бірақ ешкім жоқ еді. Мультфильмде екінші мысық та жоғалды, тек соңғысы ғана қалды. Ол камераға тура қарап тұрды да сыбырлап сөйледі. «Бізді көріп отырсың ба?» деді. Бала телефонды тастап жіберді. Бірақ видео өзі жалғаса берді. Соңғы мысық қараңғы бөлмеге кірді. Қабырғаларында балалардың суреттері ілулі тұрды. Бәрінің көздері сығылған. Есіктің артынан тырнаған дыбыс шықты. Мысық артына бұрылғанда оның көзі жоқ болып қалды. Тек қара қуыс қалды. Экранда тағы бір жазу шықты. «Келесі енді сен боласың» деген сөздер жанып тұрды. Сол сәтте баланың телефонында камера өзі қосылып кетті. Экранда баланың өзі отыр, артында ұзын көлеңке тұр. Бала айқайламақ болды, бірақ дыбыс шықпады. Мультфильм кенеттен тоқтап қалды. Ал таңертең ата-анасы баланың бөлмесіне кіргенде телефон еденде жатты. Ал баланың өзі жоқ. Экранда үш мысық қайтадан күліп ойнап жүрді. Бірақ олардың арасында төртінші көлеңке мысық та бірге тұрды. Таңертең бәрі тыныш сияқты көрінді. Күн сәулесі терезеден түсіп тұрды. Бірақ бала оянғанда бірден бір нәрсенің дұрыс емес екендігін сезді. Бөлмеде кешегіден суық еді. Телефон әлі еденде жатыр, ал экраны өзінен өзі жанып өшіп тұрды. Бала телефонды қолына алған сәтте саусақтары тоңып қалғандай болды. Экранда қайтадан сол мультфильм ашылды. Бірақ бұл жолы атауы өзгеріп кетіпті. «Үш мысық жоғалған бөлімдер» деп жазылған. Музыка мүлде жоқ, тек баяу тыныс алғандай дыбыс естіледі. Мультфильмде сол бос қала тағы пайда болды, бірақ енді көшелерде балалардың аяқ іздері бар. Яғни мүлдем өзгеріп кеткен болды. Бірақ кадрда ешкім көрінбеді. Ішке кіргенде болды. Яғни сол кезде еденде ұзын қара қол көрінді. Ол екінші мысықты ұстап алды да қабырға ішіне тартып әкетті. Ең қызығы, ол жақта мүлдем дыбыс болған жоқ. Тап бір осы жаққа өзім кіріп кеткен деймін. Бөлім аяқталмады. Бала тынысын әрең алып отырғанда телефон камерасы тағы өзі қосылды. Бірақ бұл жолы артындағы көлеңке жақындап қалған. Оның пішіні мысыққа ұқсайды. Құйрығы еденмен сүйретіліп тұр. Көлеңке баланың иығына қолын қойды. Сол сәтте телефон өшіп қалды. Жарық та сөнді. Қараңғыда тек сыбыр естілді. Төртіншісі табылды. «Енді сен бізбенсің» деген. Ал келесі мультфильмді ашқан адамдар 3 емес, 4 мысық көрді. Ал төртінші экранның шетінде қозғалмай тұрып, тура көріп отырған адамға қарап тұратын болды.